Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге кофейнядағы капучино кофесін жасап үйрететін боламын. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге қант, кофе және де су және де сүт керек болады. Осы құрамнан бізге 4 адамға арналған кофе шығады. Грамдарын міндетті түрде видеоның астына жазып қалдырам. Алдымен кофені, қантты және суды араластырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Яғни, бұл уақытқа бізге 3 минутта кетеді, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей дәл осылай көпіріп шығуы тиіс. Мұнда менде жарты литрдей сүт. Енді осында бір миксерлеп алам көпіру үшін. Мінекей енді өзіңіз қалауынша қанды біз қалай сол ыдыстарға құйып аламыз. Енді өздеріңіз қалауынша бір немесе 1,5 ас қасықтан әрқайсысына жаңағы дайындаған көпірікті массамызды саламыз. Мінекей осымен біздің кофе дайын, өте дәмді, кәдімгі кофейнядағы кофелерден еш айырмашылығы жоқ, өте дәмді болып шықты. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер.